АК-74 қаруының конструкторын Калашников өткен ғасырдың 40 жылдары ойлап тапқан. Калашников автоматы және оның модификациялары әлемдегі ең көп таралған атыс қаруы болып табылады. Атқыш көздеу үшін прицелмен алдыңғы көздеуішті пайдаланады. Көздеуіш штангасы 800 және 1000 метр қашықтықта жетеді. Қысқыш нысанаға дейінгі тиімді қашықтыққа сәйкес реттеледі. Ұрыс қашықтығы 400 метрден аспайды. Стандартты оқжатар сыйымдылығы 30 оқ. Оқжатар ысырманың көмегімен алынып салынады. Бастапқыда сарбаздар АК-74 қаруына Бердан капсулымен жабдықталған М43 оғын пайдаланған. Соққы ағытқыш механизмі қарудың қауіпсіздік жағдайында сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылады. Ол газ поршының артқа кетуін болдырмайды. Жекелей және автоматты режимін соққы ағытқыш механизм арқылы таңдауға болады. Соққы ағытқыш механизмі ортаңғы қалыпта жекелей атуды бөгейді. Ең жоғарғы позицияда ату тоқтатылады. Ең төменгі позицияда автоматты ату тоқтатылып, жекелей атылады. АК-74 және АКМ қарулары бекітпенің айналуымен әрекет етеді. Бекітпе екі құлақшаны пайдаланып, құлыптау және құлыпты ашу үшін айналады. Бекітпе байоғы тек бекітпенің ішінде ғана алға және артқа сырғанай алады, ал түйреуіш оның алыс сырғып кетуін болдырмайды. Иінді біліктің мойын тірегі ұңғы мен ұңғы қорапшасын қосып тұрады. Ұңғы қорапшасында бекітпе құлақтары үшін ойықтары бар және ол жер қызыл түспен белгіленеді. Бекітпе Калашников автоматының төменгі бөлігінде арнайы ойықтар арқылы айналады. Ату шүріппесі басылғанда соққыш оқ капсулясын соғып, сол арқылы оқ қорабындағы ұнтақ жану басталады. Ұнтақ газы ұңғы ішімен барып, газ поршынын кері итереді. Бекітпе оқ гильзасын ұстап қалып, соққы ағытқыш механизмінің тесігінен сыртқа лақтырады. Кері сығылған қайтармалы механизмі газ поршынын алға қарай итереді. Ол келесі оқты оқтау үшін. Автоматтың тежеуіш компенсаторы ату дәлдігін арттыру үшін қолданылады.